Эфирлік отау ТВ-ны, сол эфирлік отау ТВ-ның тюнері ішінде бар телевизорда қалай настроить етеміз? Ол үшін біз далаға өзіміздің бұрын қолданып жүрген уличный простой антеннаны орнатып алып, кабелін ішке кіргізіп, мінекей мына кабельдің ұшын мына бір радиомна жалғаймыз. Мінекей. Ал енді ол уличный простой антеннаны қалай орнату керек екендігін мен алдыңғы сабақта көрсетіп кеткенмін. Енді сол сабаққа осы видеоның соңында және де описаниясында сілтеме қалдырып кетемін. Мен сіздерге енді бұл сабақта LG-дің мынандай телевизорында көрсетіп отырмын. Оның пульті міне мынандай. Мінекей осы пульттан мына Settings деген кнопканы басып, каналы дегенге апарамыз мына кнопкамен. Каналыға окейді басамыз, кіру үшін ортасын. Автопоискқа да окейді басамыз. Енді мінекей мына антенна деп тұрғанға птичка қоямыз, окейді басып. Төмен қарай түсіреміз мына кнопкамен. Далеге окейді басамыз. Енді мынаны жоғары қарай көтеріп, жоғары қарап тұрған стрелка кнопкасымен только цифровые дегенге птичка қоямыз. Сол ортаңғы кнопкамен. Төмен қарай түсіріп, мінекей выполнить дегенге окейді басамыз. Мінекей енді қазір каналдарды іздеп жатыр. Астында DTV 0 деп тұрған сол каналдардың санын білдіреді. Мінекей қазір мен жағдайымда 27 канал тауып отыр. Енді ол әр облыста әртүрлі болады. Мінекей каналдар тауып болды. Каналдар шықты. Енді мына закрытқа окейді басамыз. Енді осы менюдан шығу үшін біреу back деген кнопканы басамыз, немесе exitті басамыз. Exit бассақ бір рет басамыз, back бассақ мінекей екі рет басып шығып кетеміз. Мінекей каналдардың тізімін көру үшін мына list деген кнопканы басамыз. Мінекей каналдардың тізімі. Осымен сабақ аяқталды. Енді каналға жазылуды ұмытпайық.